таудай ұлы қазақ даласы, тұрған жерім Жезқазғанның қаласы. Оқушысы 13-ші мектептің, мен боламын қазақтың бір баласы. Дейді қазақ сәлем сөздің анасы, амандасу мінездің ең дарасы. Ассалаумағалейкум алашым, алтыннан да қымбат маған бағасы. Бүгін менің бақ жұлдызым жарқыра, баға берген ақынның сөз парқына. Баға берген ақынның сөз парқына. Жезқазғанның сәлемін жеткізейін ару қала Астананың халқына. Сәтбаевтан тәлім алған тұмармын, Шымболаттың әнін алған шынармын. Аманбысың қарсыласым хәл қалай, жұлдызыңды жандыратын шығармын. Қалай өзі дайындалып келдің бе, маржан сөзді моншақ етіп тердің бе? Сенің өзің Ұлытауға бардың ба, ұлар деген құстың етін жедің бе? Әділетті Қазақстан елінде ұлт бірлігін жырлау үшін келдің бе? Мерейімді бүгін менің шығарып, көңілінен шығайықшы елдің де. Туған жерім мақтанышым тұмарым, кеншілермен кеуде керіп тұрамын. Төрт түлігі даласында қаптаған Ұлытауым ұлт мақтаны құнарым. Жезқазғанның құрыш білек қазағы, мал бағады кеніңді де қазады. Жезқазғаным жылылықтың ұясы, ұлылықтың қайнап тұрған қазаны. Бір тұтас ұлт берекелі қоғамда, жастар үшін атқарар іс көп алда. Айтыстан соң демалыстың кезінде, Жезқазғанды бір көріп қайт одан да. Елді жырла, жерді жырла, жалықпа, жақсы көңіл сыйла келген халыққа. Кезегіңді берейінші ал досым, Шымболаттай шабыттанып шарықта. Ұлытауға қарап өскен ұланмын, екеумізге жолын берсін қыранның. Әділетті Қазақстан перзенті, Жезқазғанның жезкиегі жұбанмын. Қарсыласым салшы барлық күштенді, жырла елде болған жақсы істерді. Қысқа нұсқа ұғымды ғып жырлашы, айта бермей ауызыңа түскенді. Біз осы кербестейді кекілдедік, алайда әлайтыста жетілмедік. Ең кішілері болғасын осы айтыстың үлкен болып ешкімге секірмедік. Ел назарын өзіме аударайын, ер назардың ер төстігі секілденіп ай. Аятымның тер қамшылап сауырынан, алаштың қалмаған ем сауығынан. Мен деген ерік сынды еменмін ғой дәуірдің аман қалып дауылынан. Астанаға ақ сәлем алып келдім қызырлы Қызылжардың қауымынан. Біз жақта бидаймен сұлы өсе жаратқанның нар алып жауынынан. Нанның түп төркіні бидай еді, адамзаттың түспеген ауызынан. Кәрі анамдай қайсар үлкітіп алды, қара нанның келгенде ауылынан. Ай-ей-ей.
Төркінде жұрттан қалар көріктіміз. Еркін елде күн кешіп жатқандықтан ел жайында жырлауға еріктіміз. Ел таңба салынғанда ақыным деп енді алада атпадық елікті біз. Ыбырай бабам құсап айтар болсам, сыйынып бір Аллаға сеніп тұрмыз. Қолдан кезде қоланы аламыз деп, аяғымызда аямай келіп тұрмыз. Ай, көңілім айт істесе алаң боп ед. Шабытпен берді сол кез қалам көмек. Бір кездері айтысқа шыққан кезде ойларымның астары жалаң боп ед. Жетіліп шыққан кезде сағанаға жұбанмен айтысатын қадам боп ед. Менімен айтысып күрескенің айтыстың соңы жаман болып ед. Сенің де жағдайың мәз болмады, бермесе ұстазың мен анаң көмек. Озың сөзің қысқасы айтар болсам, сұлтаның топтан озған талан дерет. Күліп келіп айтыста ұтылған соң, жұбанды жұбататын адам керек. Көп менің арық досым, толық досым. Бүгінде сенімен құрдас болып тұрмын. Түріме неге сонша көп қарайсың? Қорықпа, тәуір досты жолықтырдың. Домбыраңды несіне сабалайсың? Өзіңді өте биік бағалайсың. Тұлғаңа қарап тұрсам бала емес, бес табақ ет жейтіндей ағадайсың. Жасайық жақсы айтысты елге құнды. Далада тіршілікте пенде түрлі. Қазағымның желбіретіп, арманым жоқ елім етсем еңбегімді. Шабытымның мініп алып дүниенің, айтыс болса бақсын ауға келемін. Қызылжарда білім алған Сұлтеке, бірінші Алла сосын саған сенемін. Отырайық ортаның, сөзге тұрмас ақындардан қорқамын. Сұлтан мырза енді қалай жеңесің? Ұлытаудың азу тісті шортанын. Мына сұлтан мені өрге сүйрей ме? Сыртымнан әлден айза түйрей ме? Салмағыңнан сәл сескеніп тұрмын мен, тамақ жеуден сірә қолың тимей ме? Жырлайық егеменді елімді, атақ алған біраз еңбек ерімді. Тау тұлғалы нағыз жігіт екенсің, қорғау үшін жаратылған жерімді. Жын ұрғандай домбыраңды сабалап, ойың бар ма мені торға қамамақ? Ашуланса Ұлытаудың ұлары, талай ақын қашып кеткен жорғалап. Менің
шағын денем жырмен нұрланған. Әр өлеңім ел аузымда жырланған. Сен өзіңнің сене берме денеңе, түйе құсап жыл басынан құр қалған. Ей. Лудомания ғасырдағы қасірет, шаман келсе тақырыпты аша кет. Ел бірлігін, тілін, ділін халқыма, жырлап маржан жыр шумақты шаша кет. Ей. Ай ұрпағы болғаннан соң кемеңгердің, мен қалай биігімнен төмендермін. Ақынның ұлы деген атым бар ғой, оны да осы арада дәлелдермін. Қызылжар ауданынан келіп тұрмын, көз айымы болуға көрерменнің. Сағанаға шыққан кезде баршаңызға басымды иіп тұрып сәлем бердім. Ай, жұбан ағам байқап тұрсам байып деген, құшағымды бұлағама жайып кетем. Домаласың деп маған бекер күлдің демеймін, мен жолымнан тайып кетем. Батыр баян ұрпағым менің әкем, әкеме тартып тұрсам айып бекен. Ай ақындармен айтысамын, шаттанамын. Неліктен мына маған көп қарадың? Ең сұлуы болғасың, осы айтыстың орындасың, қашанда бақталабың. Мен өзіңді еркелеті осы арада ақ қойын деп бұл жерде ат қоямын. Домалақсың деп маған бекер күлдің, ақ қоянды ұстап алсам жеп қоямын. Ай ағайын құт болған соң қадамдарың, көзін ашып жүредің надандардың. Осы күзде көп жауын болған кезде бидайдың қалын ойлап алаңдадым. Аппақ нанын жесін деп ауыл аймақ, егінден ұзап еш жаққа бара алмадым. Созанға айтатыным рахмет, иесі болып жүрген адал жанның. Еккен егін төккен жері үшін еңбегін қадірлейік адамдардың. Ай, мен енді жұбан жаққа оқталамын, себебі мағанаға көп қарадың. Бағана томпақ баласың деп қалжыңымен өзінше оқталадың. Тауы бекер ағасы айталмасаң таңдайыңның астына шоқ саламын. Қасым Жомарт атамыз аман тұрса, мен осында сүп-сүйкімді боп қаламын. Сен секілді сіреңкенің шиі емес, Тоқаев атам тойдырған тоқ баламын. Ой, рахмет ақындар. Қазылар алқасы, балдарыңызды, ұпайларыңызды дайындай беріңіздер. Рахмет, екі кезек айтыстыңыздар. Бір шумақ айтқым келіп тұрма. Тоқтатуға да қимайсың ағайын, шынымен қанша үміт, қанша қобалжып жатыр көңілдерінде. Бір шумақ айта қойшы жұбанжан. Одан асырма, бір шумақ қана. Сөзге
тұрар ақылды батыр адам, сені менен дос болып ақыл алам. Қазақтың жұбаны мен сұлтаны бол, құшақтасып шығайық сахнадан. Ей. Болды жұбан. Ай балалар астананы сайран қылды, кейбіреуі шапқан кезде қайран қылды. 494 өнер деген жоба түсінбеген адамдарды ойландырды. Ал бүгінгі тай жарыс өтіп жатқан көрерменнің барлығын таң қалдырды. Ел астанасын серікзат ағаларым жырымның астанасын айналдырды. Ал, рахмет, ақындар. Сұлтанжан, осымен айтыс тоқтата қойайық. Ай ақынның жаны болады күзге бейім, аңшының жаңы болады дүзге бейім. Өмірде аға саған айтарым сол, өзіңе бақытыңды ізде деген. Дәл сондай ақ бақытты айтқан шығар ақындар кеше өткен бізге деген. Мен саған жақсылықты тілегенде тірім жерге жетке деген тізбелеген. Жұмбағы көп тағдырда жолың болып, жұбан аға ғұмыр кеш жүзге деген. Тамаша, қошеметтеріңіз ағайын.